Барлығыңа сәлем. Менің есімім Хамза. Толық аты жөнім Бердімұл Хамза Бақытжанұлы. Түркістан облысы Созақ ауданы Шоқырған ауылының тұрғынымын. Қазіргі таңда осы 2022-де осы КАЗУ-ға түстім. Яғни Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне журналистика мамандығына түстім. Өз еңбегіммен Аллаға шүкір. Қазір отырмын. Бүгінгі күн өте керемет өтті. Жалпы Алматыға келгеніме өте қуаныштымын. Алматы мүмкіншіліктердің ордасы ғой. Алматыға келгенім неге келмедім деп өкінген кездер көп болып отыр. Ассаламу алейкум. Номимана Фарди Дарюш, Асмана из Джумхурии Таджикистан, в Казахстан, Алмадам. Вот. Если переводить, это будет «Меня зовут Дарюш». Я приехал к вам из Таджикистана учиться в КАЗУ имени Аль-Фараби. Бәріңе сәлем. Менің есімім Маршалова Қырмызы, халықаралық журналистика мамандығының 2-ші курс студентімін. Жалпы қазір мені уайымдататын заттар өте көп. Оның бірі менің отбасым. Отбасымда бәрі жақсы, бірақ соңғы кездері мен көбінесе ата-анамды қалай бақытты етсем болады деген оймен ойда көп ойлаймын. Hello, I'm Muhammad. I'm a second year mathematics student in KAZU, named after Al-Farabi. I came here because I really like to see the cultural intersection of Asia and Europe, so I came to Kazakhstan to explore this. Сәлем, менің есімім Қосқанат. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқимын. Не айтамын? Аяз бидің сөзі бар ғой. Мен қаңбақтан сұрайды. Түскен кезде қаңбақты көреді да, қаңбақ қайда бара жатыр деп сұрап келеді ғой. Түскенде Аяз би барғандай болады да, сосын айтады. Мен ұшарымды жел береді, қонарымды сай біледі. Сұраған сен ақымақ па, сұратқан хан ақымақ па деп. Сол сияқты тағдырдың желімен ұшып жүрген бізде бір қаңбақпыз ғой. Тағдырдың айдауымен, немесе жетелеуімен жүрміз деп айтар едім. Жалпы журналистикаға не үшін кеттім деген кезде, журналист деген ол халықтың көзі, құлағы, қан тілінеді ғой. Журналист болған халқыма қызмет етемін. Осы бейді талап қойғанда, ертең 20-30 жылдан кейін ше көресіңдер, мен жоғары жақта отырамын. Халқымды сатпаймын. Қазақ үшін, қара халық үшін қызмет жасайын, халықтың жағдайын көтеремін деп ойладым, енді Алла жазса. Бірақ бұл ойға ешкім сенбейді. Ойбай, сен кімсің, кішкентайсың деп. Бірақ мен алға мақсат қойдым, сол мақсатқа жетемін. КАЗУ, Алматы, Қазақстан, әлем бағындырамыз бала. Вот, история попадания меня в данный университет довольно интересная. Я подавал во много мест, в том числе и в Россию, по программе Россотрудничества, и в Казахстан в том числе. В итоге прошел и туда, но почему-то решил выбрать именно Казахстан для своего постоянного обучения. Ну и в принципе не пожалел, мне здесь очень нравится, здесь классно, здесь прикольно, универ тоже хороший, да. Білмеймін, отбасым туралы айтқан кезде жылағым келеді. Ол қайғылы нәрсе емес, негізі жай мен осындай керемет ата-ананы как будто не заслуживаю. Үміттерін ақтай алмайтын сияқты әсерде боламын соңғы кездері. Ол мені қатты мазалап жатыр соңғы кездері. Отбасымды қалай бақытты қылсам болады деген. Unique situation that Kazakhstan has in terms of its culture. I was really interested in learning about Kazakhstan and really interested to see how this intersection of Europe and Asia, this intersection of Islam and Christianity looked like. So, егер әркімнің шынымен де тағдырына жазылған бір кәсіп болатын болса, менің мамандығым журналистика деп түсінем. Сол үшін осындамын. Мен Монғолиядан келдім. Көбісі шетелден көшіп келген, оқуға келген, балалардың көбісі жасырады негізі.
бірақ мен танысқанда атымды айтқаннан кейін сразу менің есімім қосылған, мен Монғолиядан келдім деп айтамын. Өйткені ода тұрған ұялуға тұрарлық бір дүние жоқ деп ойлаймын. Өйткені ол да бір тағдырдың жазуы деп ойлаймын. Енді өзіңе кейін сенімсіз бір болады ғой, сенбейсің ғой өзіңе, ойбай сен кімсің, айдалада жүрген адам деп. Бірақ тәуекел жасау керек. Армандаймын. Арман мақсатқа айналады, мақсатың орындалып жататын шығар деп үміттенемін. Одан кейін не айтамын тағы? Осыны егер көріп отырсаңыздар, сіздер өз-өздеріңізге сеніңіздер. Жұрттың айтқан сөздеріне сенбеңіздер. Өйткені жұртқа сеніп өзіңіздің арманды тұншықтырсаңыз, ол өте жаман нәрсе. Сіздерге айтайын, өйткені сіздің өміріңізді өзіңіз ғана сүресіз. Өмірді ешкім сүрмейді жалпы, өзің үшін сүресің ғой. Ну, основной мой страх — это, наверное, вылететь из универа, потому что меня заберут в армию иначе. Вот. А так, в принципе, учеба проходит довольно ровно. Учусь я на факультете журналистики, и пока что все с этим хорошо, с учебой. Вот. Сосын болашағым жайлы өте көп ойлап жүрмін. Мен өзім мамандығымның керемет иесі болғым келеді. Мамандығымның иесі болатын шығармын, Құдай қаласа. Не айта беремін, болды. Бақыт дегеніміз ол мен үшін комфорт. Біреулер айтады, бақыт деген ол денсаулық, иә, ол рас. Бірақ бақыт деген ол сен өзіңді мына өмірде тапқаның деп ойлаймын. I came here, and it's really interesting. It's an opportunity that everyone has to see for themselves, to explore for themselves, to truly see how beautiful it is. What is happiness? Happiness? No, that's not a good question. Анау өлең жолдарында бар ғой. Мен тәңірім шашқан тар едім, әр топыраққа көк деген дейді. Сол сияқты көктеп, кейін ата жұрттың шаңырағына келіп қадалып жатқан бізде бір рухпыз, сондықтан тұлға ретінде, адам ретінде өзімді кем қор санамайды екем. Өмір жайлы бірдеңе айту керек па? Өмір. Жаңа не ойланып келдім жолда. Соны оқып берейін. Құлап жатқан, түсіп жатқан жапырақтарды көрдім, сарғайған жапырақтарды көрдім. Өзінше бір әсер берді. Былай жаздым да. Күзгі бақ, аяқтың астында жапырақ. Мынау сәт қайтара келмейтін жалқуақ. Мынау күн жүк көлік жапырақ жинаған. Келмеске кететін артып ап. Бірінші... Так что, айналайын көп оққан көрермен, не қалайсың соны сүр? Егер де бұл өмірді өзің тапсаң, сен келешекте болашақта қай жерге ұмтылу керек екенін біліп отырасың. Егер де ұмтылыс болса, денсаулық та болады, ақша да болады. Сол үшін бақыт деген ол мен үшін қарапайым заттар. Соңғы кездері сіздер байқаған шығарсыздар. Қазір 30 қыркүйек біз қазір, Ресей мен Украина мемлекеттерінде соғыс аяқталды деп жатыр. Бірақ көп орыстар біздің мемлекетке мобилизациямен келіп жатыр, мобилизацияның әсерінен келіп жатыр. Кешірім өтемін. Сол қазақтар, біз өте қонақжай халықпыз, жаман ұлт болмайды, жаман адам болады деп айтады. Егер де намысшыл болып, өзің қазақ тілін дамытқыңыз келсе, ол орыс келіп бүйтеді сөйтеді деген емес, өздеріңізден бастаңыздар. Туып өскен туған жерді бағалау керек деп ойлаймын. Өйткені адамға берілген кейбір заттар адамға таңдау мүмкіндігі берілмейді. Мысалы, туып өскен жерің, туысқандарың, болмаса ұлтың деген сияқты. Адам оны таңдамайды. Демек, ол Құдайдан берілген бір нәсіп, Құдайдан солай берілу жазған. Демек, сен оны бағалауың керек. Бір сәт ол үшін еңбек етуің керек, ол үшін тұрысуың керек. Көп адамды байқаймын, елі туралы үмітсіз бір пікірде. Меніңше, Құранда айтады ғой, Аллахтың рахымынан күдер үзбеңдер деп. Шынымен де үмітсіздікке түспеуді
кеңес беретін едім әлем халқына да, Қазақстан халқына да. Өйткені әлем сондай бір жағдайда тұр. Преподаватели тоже, кстати, прикольные. Вот. Что такое жизнь? Жизнь — это очень сложная вещь, она дается нам всего лишь один раз, и по сути это самое ценное, то, что у нас у всех есть, потому что я даже не знаю, как это объяснить точно, но да, я фиг его знаю, пускай будет так. Вот. И так как жизнь у нас всего лишь одна, прожить ее нужно невероятно достойно, невероятно хорошо, совершать хорошие поступки, чтобы после твоей смерти о тебе всегда говорили, о тебе всегда вспоминали, и важно, чтобы это было с теплотой на душе, а не как какого-нибудь жадного, кровожадного диктатора. Бәр нәрсені проще қыла бермей, кішкене дисциплина болған қалайтын едім. Өйткені слишком көп адамның ашкөздігінен ба, соғыстар болып жатыр көп мемлекеттерде. Ашкөз болмаңыздар, әлем қарапайым өмір сүріп үйренейік. Мейірімді болайық, ең бастысы. Адамгершілік қасиетті ешқашан ұмытпайық. Болды. Кеше алды.